Төртінші қалалық емханаға 70 мыңға тарта тұрғын тіркелген, 10 мыңға тарта адам диспансерлік есепте тұрады. Оның 1,5 мыңы бірінші, екінші, үшінші топтағы мүгедектер. Осы диспансерлік есепте тұрғандардың дәрігерге қаралуы, мүмкіндіктерін жасау, уақыттарын үнемдеу үшін емханада қыркүйектің 7-сінен диспансерлік кабинеті жұмыс жасауда. Мұндағы негізгі міндетіміз мынау диспансерлік учетта тұрған кісілердің регистраторға барып, жазылып, уақытын кетірмеу үшін осында отырған 4 мысалы медсестра өздеріне мысалы 10 мыңнан артық диспансерлік пациенттарымыз бар. Оның ішінде мүгедектер 1-ші, 2-ші, 4-ші топтағы 1,5 мыңнан артық мүгедектер, балалар 112 бала бар мүгедек. Соның ішінде және үлкен қарт адамдар бар, жүре алмайды, үйден шыға алмайтын дегендей. Соған байланысты осы 4 медсестра, медбике, сол кісілерді уақытында шақырып, ол кісілермен келісіп, қай уақытында келеді. Бұл диспансерлік отделениеда өзі врачлық прием жасайтын кабинеті бар. 4 медсестра осы вызывать етеді, ауруларды, пациенттарды шақырып, уақыттарын белгілеп, олар келгенде тек қана анализ тапсырады. Осы жерде бұл отделениенің несінің құрамында ЭКГ кабинет бар, лаборатория бар, флюорография өтеді, келген бетте. Диспансерлік бөліміндегі медбикелер диспансерлік есепте тұрған емделушілерді шақырып, олардың тексеруін өтулерін қадағалайды. Осы жерде ЭКГ кабинеті, лаборатория, флюорографиядан өтеді. Арнайы терапевт дәрігердің қарауынан өтеді. Сәулелік тексеру несін, функциональный диагностиканы. УЗИді, например, программа кім істейді, қазір бәрі жерде электронный запись қойып пациенттардың приемға жазылуға. Сол бойынша осындағы медсестралар очередьқа жазады, ал келген күні пациент анализ қан тапсырады, электрокардиограмма, флюорография өтеді. Содан кейін екінші күні келіп, осында біз пациенттер былай не көп жүрмесін деп, осында біз терапевт отырғыздық. Сол терапевттің несін тексерісінен өтеді. Егер мысалы енді бізде 18 участок бар, соғанда өзінің терапевттерінің учетта тұрады ғой. Егер ол диспансерлік науқастар өздерінің жағдайлары ауырламаса, несі мынадай аса жауаптары жоқ болса, онда осы жердегі диспансерлік кабинеттен көріп, врач сөзге келу мерзімдерін өзінің 885-ші приказ бойынша әр аурудың түрінің тексерілген уақыттары болады. Сол бойынша өзінің картасында форма 30 дейді, соған не бағдарламасын жазып қояды, сол бойынша бұлар шақырып отырады. Емхана басшылары аталмыш бөлім жұмысы нәтижесі көрсеткенін айтады. 2 айдың ішінде 1812 адам осы диспансерлік бөлім арқылы тексерістен өтіпті. Мысалы, осы 2 ай ішінде 1812 адам тексерістен өтті, учетта тұрған, бізде 10 мыңнан артық дедім. Сол кісілер қазір оның 840-ы толық тексеріліп, лечениесін алып кетті. Өңгілері, кейбіреулері, мысалы, обследованиеде жүр сондай. Сондықтан бұл кабинеттің өте пациенттерға өте ыңғайлы деп айтамын. Енді қазір бізде, мысалы, Ақтауда отырғыздық, Старогородта да осындай кабинеттеріміз бар. Мұндай бөлімдер облыстың барлық емханаларында ашылған. Ол диспансерлік есепте тұрған адамдардың уақытылы дәрігер тексерісіне өтіп, ем қабылдап тұруына көп жеңілдіктер беріп отыр. Олар емхананың тіркеу бөліміне бармай-ақ, келген бетте осы диспансерлік кабинетіндегі медбикелердің көмегіне жүгінеді.